Ал Павлодар облысындағы екі бірдей құс фабрикасының жағдайы мүшкіл. Қызылжар құс кәсіпорны модернизация жасаймыз деп былтыр өндірісін тоқтатқан. Салдарынан өңір халқы тауық етінен таршылық көріп отыр. Ал жұмыртқа шығаратын шарбақты құс өнім көлемін азайтты. Олар жем қымбаттыны желеу етіп, құс басын кемітіп жіберген. Өңір билігі тұралауға жақын қалған бизнеске енді жаңа инвестор іздеп жатыр. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы тарқатады. Павлодар облысының халқын жұмыртқамен қамтып отырған шарбақты құс мекемесі өткен жылмен салыстырғанда өнім көлемін 62,2%-ға азайтып жіберген. Мәселен, былтыр қаңтар айында 4,6 миллион дана тауық тұқымын сатылымға шығарса, биыл 2,8 миллион жұмыртқа өндірді. Өйткені құстың басы 100 мыңға кеміп кеткен. Ал жарым-жартылай жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды қожайыны сатып құтылмақ екен. Шербақтыда ауыл шаруашылық көлемінің индексі құлауына сол Шербақты құс фабрикасының бүгінгі күнде толық көзді жұмыс істемеуі. Сол екі фабриканы ұстайтын учредителер иестері бүгін ол фабриканы сатуға шешім қабылдаған екен. Екінші фабриканың да жайы жырғап тұрған жоқ. Бір жыл бұрын модернизация жасаймыз деп жабылып қалған Қызылжар құс қайта іске қосылмады. Содан болып дүкен сөрелерінде тауық еті тапшы. Қазіргі бар өнім өңір халқының 22,3%-ын ғана қанымдауға жетеді. Бізде қазір ет жетпей жатыр, құстың еті. Құс еті 19 перечень социальный продукт кіреді, сол жұмыс жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта басқа региондар Қазақстанның бізге келіп жатыр. Сонымен жабып жатыр. Павлодар облысында тауық етін өндіретін Қызылжар құс фабрикасы мен жұмыртқа шығаратын шарбақты құстың құрылтайшысы бір адам. Қазір кәсіпкер өзінің бизнесінен бас тартып жатқан көрінеді. Ал өңір билігі енді оның орнын басатын инвестор іздеп жатыр. Қашан табылары әзірге белгісіз. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен бизнес, Павлодар облысы.